бала кезде анашым ерінбей осы қаттаманы жиі дайындап беретін. Неге десеңіз, дәмі өте дәмді әрі балалар тал асып тұрып жеп алады ғой. Дәл сол рецепті сіздермен мен де ерінбей басынан аяғына дейін бөлісемін. Алдымен жүрекшені қызартасыз. Артынша ыдысқа жылы су, бір шай қасық тұз араластырып ұнды салып, орташа жұмсақ қамыр дайындап 4 немесе 5 бөлікке бөлесіз. Тынған қамырдың әрбірін жұқалап жаясыз. Қазір барлығыңыз қандай сармай деп сұрайсыздар. Амираның 82 пайыздық табиғи сармайын ерітіп қолданамын. Бірінші қамырға осылай жұқалап сармайды жағып шығамыз, үстінен туралған көк пиязымызды себеміз. Қалауыңызға қарай бұны қоспауға да болады. Үстінен екінші қамырды қойып, оған да сармай жағып, осылай 4 қамырымыз таусылғанға дейін жалғастырамыз. Енді қамырды дәл осылай кесіп, дәл осы көріністе орап шығамыз. Қаттаманың үлкендігін өзіңіздің табағыңызға сиятын мөлшерде етіп орап алсаңыз болады. Орап болғаннан соң қаттамамыз оңай жайылу үшін кішкене ғана тындырып алсаңыздар болады. Тынып алғаннан соң өз табағыңызға сай көлемде жұқалап жайып аласыздар. Табағыңызды қыздырып, біраз қасықтан сұйық май салып, дәл осы көріністе айналдырып пісіріп аласыздар. Әрине майсыз да пісіруге болады, өзінің де сармайы жеткілікті. Және табаның астын орта отта қойып пісіресіздер. Рецепт пайдалы болса лайк басып қолдап кетіңіз.